Ұлттық құндылық дегеніміз не? Ұлттық құндылық әр ұлттың өзіне тән ұлттық ойындары, салт дәстүрі, әдет-ғұрпын айтамыз. Қазақ халқының қандай салт дәстүрлерін білесің? Сырға салу, тұсау кесу, беташар. Ұлттық құндылық дегеніміз белгілі бір халықтың немесе ұлттың тарихи қалыптасқан рухани және мәдени ерекшеліктерін, салт санасын, әдет-ғұрпын, өнерін, тілін, дінін қалыптастыратын маңызды құндылықтардың жиынтығы. Ұлттық құндылық дегеніміз не? Әр ұлттың тән мәдениеттің салт дәстүрлері, ғұрпы, өнері деп айтамыз. Қазақ халқының қандай ойындарын білесің? Қыз қуу, көкпар и ас ату. Мысалы, ас атуды астауға қояды и сол астауға бақты береді. Ұлттық құндылық дегеніміз не? Жас ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық құндылықтардың маңызы зор. Отан туралы, туған жер туралы қандай мақал мәтелдер, өлеңдер білесің? Мақал мәтел білемін, отан отандастық, отан отбасынан басталады. Рахмет. Ұлттық құндылықтар дегеніміз отанға деген, туған жерге деген, ата мекенге деген сүйіспеншілік, отбасыдағы бірін-біріне деген сыйластық, бірін-біріне көрсетілген махаббат, үлкенге құрмет, кішіге ізеттілігі, мейірімділігі, бірін-бірін сыйлауы,